Сәлем достар, бүгін сіздермен шоколадный брауни деп аталатын пирогтың рецептісін көрсететін боламын. Құрамындағы заттар қолжетімді, жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Видеоның соңына дейін көріп, егер де ұнаған болса, пікір қалдырып, лайк басуларыңызды сұраймын. Пирогты жасап бастаймыз. Жұмыртқамен қантымызды жақсылап араластырамыз. Яғни венчиктің көмегімен немесе миксермен араластыруға болады. Яғни жұмыртқамен қантымыз жақсылап шайқалып, көпіргенше араластырамыз. Одан кейін барып, оның үстіне сұйық майымызды құямыз да, тағы да бір кішкене венчикпен араластырып аламыз. Одан кейін оның үстіне сүтті құямыз да, тағы да венчикпен жақсылап бір кішкене араластырып аламыз. Келесі кезекте ұн мен какаоны елеуішке салып, одан кейін оның үстіне қамыр қопсытқышты саламыз, барлығын електен өткіземіз. Яғни сұйық массамыздың үстіне екі бөліп өткізетін боламыз. Бірінші бөлігін өткізгеннен кейін венчикпен жақсылап араластырамыз, яғни ұн, какао барлығы араласу керек. Одан кейін қалған екінші бөлікті електен өткізіп, барлығын жақсылап араластырамыз. Яғни қамырымызда ақ түйіршік ұндар болмау керек. Барлығын жақсылап қоймалжың қамыр шыққанша араластырып аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, біздің қамырымыз дайын болды, қоймалжың болып келеді, ешқандай түйіршігі жоқ, теп-тегіс қамыр дайын болды. Енді кезекте формамызды дайындайтын боламыз. Мен мынандай жылжымалы форманы алдым, астына фольга қағазын салып, жақсылап жан-жағын бекітіп, форма жасап алдым. Яғни форманың размері 20-30 болды. Қаласаңыздар, өздеріңіздің формаларыңызға құйып пісіруге болады, домалақ немесе төртбұрышты осылай қылып істесеңіздер де болады. Дайын болған қамырымызды осы формамыздың үстіне құямыз да, духовкамызға салып пісіріп аламыз. Яғни духовкаңыздың градусына байланысты, менде конвекция режимі бар духовка, оған 150 градусқа қойып пісіремін, яғни 20-25 минутта пісіп шығады. Өздеріңіздің духовкаларыңызға қараңыздар, конвекция режимі жоқ болса 180 градуста пісірсеңіздер болады. Пісіп шыққан пирогымызды формадан шешетін боламыз. Ол үшін ең алдымен пирогты суытып аламыз. Суығаннан кейін пышақтың көмегімен бисквитті формадан ажыратып, осылайынан шешіп аламыз. Одан кейін фольганы алатын боламыз. Пирогты ақырын сындырып алмай, осылай көтеріп, астағы фольганы алатын боламыз. Дайын болған шоколадты бисквитімізді пропитка жасайтын боламыз. Мен бұл жерде сүтті қолдандым. Сүтпен осы бисквиттің үстіне барлық жеріне сүтті жағып пропитка жасап шығамыз. Одан кейін ганаш әзірлейтін боламыз. Ганашқа Қазақстан шоколады мен сливочный майды еріттім. Микротолқынды пешке ерітіп алдым. Егер де сливочный май болмаса, оны сливкимен алмастыруға болады. Сливки құятын болсаңыздар, 80 грамм шоколадқа 80 грамм сливки құйып, ерітіп, осылайынан пирогтың үстіне құйып шығамыз. Яғни ганашты құямызда барлық бетіне жеткізіп жағып шығамыз. Ганашты толық жағып шыққаннан кейін мен вафельный крошкамен әсемдеп шықтым. Сіздер қаласаңыздар әртүрлі ягодамен әсемдеуге болады, не болмаса орехтар сеуіп әсемдеуге болады. Мен пирогты түнгілік уақытта жасадым да, холодильникке түнгілікке қойып қойдым. Таңертеңгілік алып шығып, оны кесіп, таңғы шаймен ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шықты, жасап көріңіздер.
арасы піскен, жұмсақ болып шығады. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Ас болсын!